Қайырлы күн YouTube арнасының көрермендері. Тіркеліп, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Евроодақ 30 000 украин сарбазын жаттықтырады. Олар батыс елдерінің Украинаға берген әскери техникасын қолдануды үйретпек. Ресми мәлімдемелер 3 ақпанда Киевте өтетін Украина саммитінде жасалады деп күтіліп отыр. 2 ақпан күні Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен Украина үкіметінің мүшелерімен кездеседі. Олар Украинаның Европалық одаққа тезірек қосылу мүмкіндігін және Ресей билігін әскери басқыншылығы үшін жауапқа тартатынын, Европа трибуналын құру мәселесін талқылайды. Өткен жылдың қараша айында Европалық елдер Украина әскери қызметкерлерін оқыту миссиясын құрды. Одан кейін Украина қарулы күштерінің 15 000 қызметкері оқытылатыны айтылды. Дегенмен, қазір бұл санды 2 есеге арттыру туралы шешім қабылданды. Атап айтқанда, әскерилер европалық броньды машиналарды, соның ішінде Европалық одақ елдері Украинаға жақын арада жеткізе бастайтын Леопард 2 танктерін басқаруға үйренеді делінген хабарламада.